базардан андай тумани сатып келдім 14 мың теңге дейді. Жақсы деп берді, оригинал деп. Китайский бар 10 мыңнан осындай 15 деп 14 мыңға берді ғой бақ ортадан. Осыны алдым, өзінде тұрғаны страшно біткен ғой. Біреуін сап қойдым, көріңіздер қалай болып жатыр екен. Біреуін сап қойдым, анау ескісі өзінікі, мынау жаңасы. Ананы да қазір ауыстырамыз. Түнде дүзбеліп бұрып қоямыз, енді әдемі түсетіндей. Бұл өзі парын ауыстырдым. Мына екі парды ауыстырдым алдында. Ауыстырмаған нәрсем қалмады почти. Почти новый болайын деп тұр ғой, короче. Бәрін ауыстырып келедік, жайлап. Ай сайын әйтеу бірдеңе салып жатыр. 4 баллон салдық, енді 2 баллон алу керек. Баллон целый болады. Жайлап істеп жатырық. Шына монтажға келдім. Баллонды жасайын деп жатырмын. Мына баллонды да до свидания деп тұр ғой жұмағым. Трош шығып кеткен. Бұны айырбастамасақ жолда. Жолдар басқа беріп болайын деп тұр ғой. Сондықтан да баллон бітті. Саудасы болды бұның. Жолға шықтық. Кеше Алматыдан шыққанда тамақ ішіп, одан кейін ішпеген түнде столовыйна тие столовый жауып болыпты. Тамақ ішемей қалып, қарындан кейін ашып келеді ғой. Сағат 5:30 болды сағат. Şimdi достар кафенің алдында жатып ұйықтап. Сағат 4:30 күтетінді. Құда қаласында қазір Саршаған Бразилиясқа жақындап қалды. Бразилиясқа Саршағаннан бір ерекшімді жеп алмасақ болмайын деп көреді ғой. Тамағы столовый да жоқ. Тамақ жоқ, айдамаса Бразилскің мостысына келдік, Бразилскің мостысына. Бұл мостты неге 50 қылып қойды екен, мен соған таң қаламын. Неге 50 мен жүргізіп қойып қойды екен. Вроде 2 баласа жол біткеннен кейін де болса 50 бола ма, кім біледі. Сарызына қойып қойған андай ремонт 50 деген. Мына жерден 6-дан өтетін болсаң ұстап olsam маңғара тақта тұрады. Кейбіреулер айтады осы знак жарамайды дейді, кейбіреулер жарайды дейді. Ол знак анау ремонттың кезінде дейді, қазір жарамайды дейді. Бірақ 50 қойғанда бұл тұрақтан. 50 мен артықтың жүретін болсаң ұстап алсын бітті. 3 тарап дейді сразу. Бразилиядан өттік, Саршағанға барамыз. Саршағанға барып жүрек жалғап, тамақ ішіп, жүргенімізді қалады.
мен мына жана TikTok карап отсам естип калдым да, bir блогер таксиста айтып атам, асфальттын баарын КамАЗдар кыртат, фуралар кыртат деп. Сол транспортниктер көбөйсеңдер, текшерсин баарын, штраф салсын, правасын иштетсин дейт. Мен ойлойм да, ол асфальтты КамАЗ кыртпайт, фура кыртпайт. Биздин салынып аткан асфальтта качество жок дейм деп ойлойм. Өйткөнү мына жолдун өзүн салганына 1 жыл болгон жок шо, 1 жылдан асты эле. Кээ бир жерлер уже шуңкур болуп кеткен го, кәдимгидей шуңкур болуп кеткен. Сондуктан да бул асфальттын качествосуна карап салуу керекпин да. Нагып Европаны курмайт. Нагып Европада фуранын грузоперевозка фура дамып атыр мисалы. О жака нагып бул Казакстандан, Кыргызстандан, Өзбекстандан барып, сол жака барып фура айдап атыр элдин баары. Неге? О жакта акча төлөйт, жол жакшы. Bizde ne груз жоқ, не баға жоқ, дұрыс. Оның үстіне платный жол дейміз, мысалы, мынау платный жол. Алматы Шымкент платный жолын көрсең, вообще мына платный жолға ұқсамайды ғой. Мына жолдың шұңқыры деген енді бар ғой. Масқара ғой енді. Сондықтан да бұл жолда фура да құртпайды, КамАЗ да құртпайды. Качествосын жақсылап жасау керек та. По технологии сай қылып тура сондай салу керек. Сол кезде ол ұштауы мүмкін да. А так, конечно, қандай КамАЗ фураның бәрін жүргізбей қойшы, бұл асфальт бәрі құриды бұл асфальт. Анда сондай Яндексте де 15 сағатта ұстады, мысалы, бір шеті ол да отырсызда. Көп адам ұстамай таксовать етеді. Машина кредитқа деген беріп атыр, без первоначальный взнос беріп атыр. Кім алғысы келеді, әйтеуір бәрі алып атыр. 18 жастағы бір таң қалам, баяғыда 18-19 жасында кредит алуға деген ошым банктың маңайына жақындай алмайтын еді. Қазір білмеймін, Каспий 18 жастағы, 19 жастағы студенттердің бәріне кредит бере береді 500 мың теңгеге шейін. 500 мың теңге кредит алу үшін баяғыда официально жұмыс істеп, зарплатаны көрсетіп, сөйтіп әрең аласың. 500 мың теңге кредит әрең аласың. Қазір жұмыс істемейді, студенттерге де 500 мың кредит бере береді. Сөйтіп айтқанда, бүкіл Қазақстанды банк, Каспий банк алақанда ұстап отыр ғой, көресіз. Бәріміз Каспий банк дейін деп отыр ғой, бірдеңе болатын болса, блокта тастаса бітті. Бәріміз ешқайда шыға алмай қаламыз да, орнымыздан қозғаламай. Сондықтан да сол жағын реттестіру керек деп ойлаймын. 18 жастағы, 19 жастағы, 20 жастағы балаларға кредиттің не керегі бар? Жұмыс істемейді, студент кредит алады. Оның кредитін кім төлейді, сосын әке-шешесі төлейді. Сондықтан да сондай кредиттерді бермеу керек деп ойлаймын. Өзім есімде ең бірінші машинамды алған кезде кредит бермеді. 6 ай ма, почти 1 жылдай жұмыстерін официально жұмыстерін пенсионға көрсетіп, сол жерден барып 40 мың теңге 500 бірдеңе мың теңге кредит әрең алғансың ғой, короче, 7 айдан кейін. Қазір олай емес дейміз, Каспий банкын бере береді. Машинамда да Қытайдың машинасы деген қаптады қазір. Елдің бәрі соны алып жатыр. Таксисттар да соны алып жатыр, бірақ
өздері білет та 10 жылға жарай ма жарамай ма білмейміз дейді да, бірақ соны алып жатыр елдер. Ой, ескіден гөрі жаңасы дұрыс қой деп. Бірақ енді кредиттен кредит 10 миллион өзінде бағасы арзан емес қой. 10 миллион деп сөйтіп кроссоверларды алып жатыр адамдар. Айына 250-300 мың төлейін дейді. Таксовкамен қалай шығарады ол ақшасын? Өте қиын, біз бәрі кредитте. Мен өзімде новый машина алғам. Салоннан алдым. 2 жыл кредит төледім. Есептесем, вообще машина құр тұрады есік алдында. Анда-санда бір ай дейміз. 2 жыл кредит төледім. Первоначальный взносым бар. 2 миллион, почти 3 миллион теңгедей ақша беріп тастағанымда. Ары қарай жалғастыра берейін десең, әлі 5 жыл бар кредиті. Машинаның бағасы түсіп жатыр. Қой құрсын дедім да машинаны сатып жібердім. Кредитін жауып, машинаны сатып жібердім. Сонымен бір арзан құрлы бір машина аламыз деп отырмыз енді қаласа. Сухой блатной болғанша лучше базардан ескілеу машина байдап жүре берейік деп жатырмын да. Лучше кредитіміз болмасын басымызда. Кредит деген өте жаман нәрсе. Құтылу керек. Кредит төлегеннен кейін уже неше жыл болды? 5-6 жылдай болып қалды. Кредит шығамай жатырмыз. Бір личный өмір жоқ қой, личный өмір. Постоянно жұмыс істеу керексің. Бір күн, 2 күн дем алып, бір тауға шығу деген жоқ та. Постоянно жұмыс табу керексің. Жұмыс істеу керексің, постоянно жұмыс істеу керексің. Жұмыс істемей қалсаң, біттің кредитті шығарамай қаласың да. Дұрыс зарплата да жоқ қой бізде. Сондықтан да сондай кредит алмаңыздар. Сосын мен айтар едім, таксист блогерларға Фура, КамАЗ деп тиісе бермеңдер. Сендерде қалай таксовать етіп Яндекспен күндеріңді көріп жүрсеңдер, бұл Фура айдайтын, КамАЗ айдайтын адамдарда жетісіп жүрген жоқ. Жетіскеннен КамАЗ айдап жүр дейсің бе? Жетіспегеннен кейін КамАЗ айдайды да. КамАЗбен отырып көршісін Алматы, Астана, екі ортада қанша күнде жетесің. Сондықтан да жетісіп жүрген ешкім жоқ. Тыныш жүріңдер, әркімге бір тиісе бермей. Аркаларға уже тоқтартып жатыр екен, андай балқашын шыға берсін, ішіне тартып өтіп тоқты. Ал керек болса. Ал дайындалыңыздар енді. Штраф төлейміз енді, платный дорога төлейміз енді. Осындай болайын. Дейміз бе? Енді түсіріп болдық па? Балқаш деген шаны көтеріліп кетті аспанға тура. Шан деген ұрып жатыр. Осындай шығып жатырмыз Балқаштан. Құда қаласы кезден Иваныштан бар. Тамақ ішеміз әрі қарай. Алматыға қарай жүреміз. Груз жоқ Балқаштан ұшып бізде кетіп баратыр. Алматыға қарай түсіп. Ауа райы бұзылып кетті ғой аяқ астынан. Құмдық болып жатыр ғой желде. Шаң көрсеңіз шаң. Көтеріліп жатыр ғой астына.
жақтың бәрі шаң болып жатыр. Жер қатты болып жатыр. Çok alamayız neydi? Tаңғы сағат 7 болды. Ақсүйектен өттік. Досым кездесіп баған оңға қарсы досым. Volvo квадрат. Кезінде газель болған бұда да. Берік деген жігіт. Қазір паровоз айдап жүріп, паровоз. Қаргөз Ташкент, Қаргөз Москва жүреді. Сол кеп қойған ғой, жаныма келіп ұйықтапты екен ол да. Бірге кетіп бара жатырған. Mercedes дейсің ғой, Mercedes бермей келедір дейсің ғой, алдым. Volvo жете алмай келедір Volvo. Аспан бұлтты болып тұр, жаңбыр жауайын деп тұр ма, бірдеңе жауайын деп тұр. 2017-2018'lerde газель айдап бірге Алматының ішінде по городу перевозка жасайтын бір фирмада істегенбіз. Орыстың әйелінде Таня ма сонда жұмыс істегенбіз екенбіз. Сол кезде танысқанбыз бұл жігітпен. Одан кейін мен Алтын Ордаға Обышқа кіріп кеттім. Бұл жігіт сояқта істеп қалды ғой. Одан Таразға жүрді. Біраз көріспей қалғанбыз. Кейіннен қайтар кездестік. Ол кезде Volvo квадрат алған. Жігіттер өсіп жатыр, молодец. Құда қаласа біз де жай-жай келатырмыз. Еңбектеп келатырмыз дейді. Сау бас аман болсын, Құда қаласа жетерміз. Сол кезде перевозка істеп жүретінбіз Алматының ішінде. Біреуді көшіресің, біреуді магазин, холодильнигін тасисың. 150 мың теңге айлық береді. Сол кезде сөйтіп жүрдік. Одан кейін 2018-де уже мен Обышқа кіріп кеттім. Сөйтіп Обышта жүрдім ғой zaman. Солай. Volvo квадрат Авгонға шықты ғой, Авгонға кетті ғой, Авгонға. Паровоз алып айдау керек болсын, паровоз. Бикош деген жігіт қой, Бикош. Алматыға кірдік, Алматының өзі де нандай болып отыр. Шаны көтеріліп, жел болып. Не деген жел мынау сұмдық, аңғарады. Торнадо келіп отыр ма, торнадо. Не сұмдық мынау, а? Не сұмдық жел мынау. Алматын ұшырып әкетпесе болып та әйтеуір. Альфардино, он пофиг екен, сплошной, не сплошной, келе-бере деген болады. Ой, торнадо келіп жатыр ма, не болып отыр ма яғы?
Алматы не болды Алматы көшіп кетпесін масқара шаңды қарасаңдаршы торнадо келіп жатыр ал байқаңдар ал иттердің өзі қашып жүр ғой оның иттердің өзі қашып ұшырып жатыр масқара ал мынаны қараңдар мынаны ойбой не болып жатыр мынау не болып жатыр не сұмдық мынау мәссаған точно торнадо келіп жатыр ма көрмейді машинаның өзі көрінбей қалды оның фарасын түгін жақпай ұрып келе жатыр торнадо келіп қалды ма не болды Алматыға е-мое шаңды қараса шаңды чымалған ғой чамалған Алматы полный андай болып жатыр ғой бұлт аспан шаң ба шынымен бірдеңе келе жатыр жел болайын деп жатыр ма дауыл болайын деп жатыр ма бір бәле болайын деп жатыр құдай сақтасын әйтеуір чымалғанның жолын қазып тастағанымыз бір айдай болды мына кішкентай трубалар жатыр ғой қазықтан соны таспен қағып жатыр ғой міне бізде жол қашан қалай тесіктер ол үйдің жататын жарас құдай біледі кувалдалары жоқ қой кувалдалары жоқ таспен қағып жатыр ұят қой е-мое или мен көрмей қалдым ба или олар әкелуге ерініп тұр ма білмеймін ғой әйтеуір таспен қағып жатыр ғой діңкілдетіп масқара мына жолды қазып тастадым мынандай не үшін қазып тастады түсінбей жатыр ғой өзіңіз ортасын қара толтырып жатыр әйтеуір қазір басы желмен басталды да соң жаңбыр ұрып жатыр жаңбыр құйып жатыр жаңбыр аяғы не болады екен жаңбыр жауып жатыр